Сәлем оқырмандарым, бүгін сіздермен галпцей тағамын дайындаймыз. Көпшілік осы тағамның қою түрін дайындаса, бүгін сіздермен сорпалы түрін дайындаймыз. Жұмысымызды картоп, жуа, сәбізді тазалаудан бастаймыз. Бұлар бізге сорпасына қажет. Негізінде мен видео түсірген кезде көбінесе дайын түрін көрсететінмін, былай аршыған, тазалаған, жуғандарымды көрсетпейтінмін. Бұл жолы енді кішкене ерекше болсын деп бір форматта түсіре бермейін видеоны деп осылай барлығын анық нақты етіп түсірдім. Бір жағынан күшті екен, әңгіме айтып үлгересің. Кішкентай кезімізде осы тағамды анамыз бізге көп жасап беретін. Ал біз галпцейдің сыртын аршып тастап тұрып жейтінбіз, тек қана ішін жейтінбіз. Анамыздың ашуы шығып, ең пайдалы жерін жемейсің, ақымақ деп ұрсатын. Қазір әр осы тамақты дайындағанда балалық кезім есіме түсіп, қуанып, күліп, кейде ренжіп қойып жасай береді. Ал қазір есіміз кіріп, осы тағамды өзіміз жасап, балғар бұрышының қандай рөлі үлкен екенін біліп, тамақтың бәрін жейтін болдық қой. Осы галпцей тағамын әркім әртүрлі дайындайды екен. Менің ойымша әркім өз қалағандай дайындап, өзінің ұнатқандай, немесе басқанікін көріп жасай берсе, ол тамақ дайындағанда ешқандай қатып қалған заңдылық жоқ. Балғын балғар бұрыштарымызды да тазалап жуып алдық, енді салмасын дайындаймыз. Салмасы үшін жуамызды майдалап турап, алдын ала тазалап жуып алынған күрішіміздің үстіне саламыз. Үстінен тартылған етімізді қосып, дәміне көре тұз, дәмдеуіштерден қосып, жақсылап араластырамыз. Дәмдеуіштерден мен қара бұрыш, әмбебап дәмдеуіш, тұз қосып, 2 қасық май құйдым. Дайын болған салмамызды тазаланған балғар бұрыштарымыздың ішіне салып шығамыз. Салмасын нығыздап салудың қажеті жоқ. Әйтпесе піскен кезде жарылып кетеді, ішіне сыймай. Енді қызанағымыздың етті жерлерін кесіп алып, галпцейларымыздың аузын жауып шығамыз. Галпцейларымыздың іші толды, галпцейларымыз дайын болды. Енді сорпасына керекті заттарды дайындаймыз. Тазалап, жуып алған жуамызды турап аламыз. Мен барлық тамақтарға жуаны көбірек салуға тырысамын. Өйткені көбірек салсаңыз, көбірек қызартып қуырсаңыз, тамағыңыз одан да дәмді болады. Жаңағы сыртын аршып алған қызанағымызды сорпасына турап жібереміз. Картопты да көбік тәріздес етіп турап аламыз. Ал сәбізді 5-6 бөлікке бөліп қоямыз. Енді табамызды отқа қойып, қыздырып, май құямыз. Жұқа етіп туралған жуамызды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Қызарған жуамызды үстінен чеснокты қырғыштан өткізіп қосамыз. Жақсылап араластырып, үстінен туралған қызанағымызды қосамыз. Кішкене қуырып, үстінен туралған картоптарымызды қосып, тағы да қуырамыз. Осы жерде қалауларыңызға көре томат қоссаңыздар болады. Картопымыз кішкене қуырылғасын үстінен су құямыз. Су болса тіпті жақсы. Дәміне көре тұз, дәмдеуіштер қосып, бетін жауып қоямыз. Енді басқа табамыздың астына туралған картоп сәбіздерімізді осылай теріп аламыз. Бұларды бұлай теріп алғанның себебі галпцейдің астын алып қалмас үшін. Дайын галпцейларымызды үстінен теріп аламыз. Сорпамыз қайнап шыққасын тұзыны көріп, тұзы нормада болатын болса, үстінен құямыз. Қайнағанда табамыздан тасып кетпейтіндей етіп су құйғасын, баяу отта 20 минуттай қайнатамыз. Табамызға сыймаған галпцейлар сорпасына салып жібердім. Осымен кешкі асымыз дайын болды. Ыдыстарға құйып, дастарханға ұсына берсек болады. Рецепт ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Видеоны сақтап алып, міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған қаламқас ас болсын.